қысқасы жаңағы Лесное деген ауылдан кейін Речное деген мына жақта ауыл кетіп қалыпты, міне сол бар екен. Айтпақшы соны тоже айтты ғой. Бұл менің енді новый бара жатқан жолымда. Оған дейін басқа жолмен баратын постоянно, бірақ осы жолды енді бірінші рет бара жатырмын. Қызық болып тұр өзіме де. Мосттан өтесің, одан кейін солға бұрыласың дейді. Міне мост кетті. Енді ары қарай сол жаққа жол болу керек. Трасса мынау жол шамашты, иә, осы. Ай, қысқасы, мен түсінген бойынша міне мынау поворот сияқты енді. Білмедім, адасып кетпесек жарайды. Басқа поворот жоқ енді, білмеймін, ары қарай тағы болмаса. Вроде мосттан өткеннен кейін мына жаққа қарай бұрыласың деп айтты. Көреміз енді. Кетейік, кете берейік. Ал міне мынандай жол екен. Қарайық бірге. Адасып кетпесем жарайды. Вроде нормальный жол, бірақ әйдік емес. Ойбан бірден жүріп кетті ғына. Мына картина қараңыздаршы, мына тамаша көріністі қараңыздаршы. Мына жақ міне. Білмеймін, әйтеуір кетіп бара жатырмыз, бірақ енді маңай әдемі екен енді. Күшті. Біз әлі келе жатырмыз. Жолымыз осындай. Еске бірдегі түсіп кетті жаңа. Осындай жолдармен кезінде нағашы атаммен постоянно жүретін. Сол бір ностальгия ойнап жатыр. Енді ол уақыттарда көліктер енді басқаша болатын. Біздікінде емес енді. Олдың көліктерімен өзімен тарсылдатып жүре бересің ғой. Бірақ сынбайды вообще ешқашан. Қазіргілер сақты емес. Мына жақ жаз екен ғой. Бағанада менің бірді-бір қар көрмедім. Келе жатырмын. Кәдімгідей күнше ысып тұр. Көкшетаудың қаланың өзінде ішінде қар бар. Мына жақ ауыл жоқ. Бірақ бірді-бір қар жоқ. Вроде нормальный жол басталды енді. Анау жақта машиналар үйіліп тұр, алыста. Сол зират қой сол. Соған бірінші кіріп шығамыз зиратқа. Сосын ар жағынан дұға болады. Ол Максимовка ауылына барамыз. Алла жазса. Қараңыздаршы, қандай тып-тыныш, жып-жылы жаз кәдімгідей. Тып-тыныш, ана жақта міне өзен тұр. Мына жақта қойлар жайылып жүр. Бірде-бір жел жоқ, қар жоқ. Рахат екен. Қаланың ана үбір-шүбір шуынан демалғыларыңыз келсе, осындай жерлерге келуге болады.